Балаңыздың есте сақтау қабілеті төмен бе? Ендеше осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен өлеңді есте сақтауға арналған негізгі кеңестерді айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өлеңді есте сақтауға арналған негізгі кеңестер. Бірінші кеңес: өлеңді мұқият оқыңыз. Екінші кеңес: өлеңде автордың не айтқысы келгенін өз сөзіңізбен балаңызға түсіндіріңіз. Үшінші кеңес: сурет салыңыз. Балаңызбен бірге сурет салыңыз. Мейлі сіз суретші болмасаңыз да, сурет салу баланың есте сақтау қабілетін одан әрі арттыратыны сөзсіз. Төртінші кеңес: өз сөзіңізбен түсіндіріңіз. Бесінші кеңес: өлеңде қолданылған сөздерді ойын ойнау арқылы есте сақтауға болады. Алтыншы кеңес: сол өлеңге қатысты ән айту немесе музыка ырғағымен сол өлеңді есте сақтауға болады. Сегізінші кеңес: допты жерге ұру ырғағымен өлеңді оқу. Тоғызыншы кеңес: ұйқыға жатар алдында өлеңді оқу және ұйқыдан тұрған соң да қайталау. Бұл кеңестердің барлығы өлеңді есте сақтауға көмектеседі. Сіздермен болған Әсемнұр. Егер видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.